сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз. Жақсы отыра алыңдар. Бұл сабаққа барлық бала келе ме? Иә. Балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын сыныбымызға жақсы күнделікке таратайық қойдық. Барлықтарына сәттілік тілейміз, жақсы, рахмет, отырайық. Біз сабағымызды бірінші тапсырмадан бастайық, иә, барлық. Маркерленген құралдар тұр. Сол маркерленген құралдардың үстіне басып, қай құралға сәйкес келетінін табасың, иә? Тез-тез бір оқушы екі құралды тауып кетсе болады. Келе ғой. Кім келеді? Ермақа келе ғой. Плюс қойып отырасыңдар, иә? Егер тапсырма орындай алмай қалсаң, онда көк шкалаға қоямыз. Шеңбер құралының қызметі қандай? Барлық достар топқа бөлінеді, иә? Кімде қандай топ болды? Екінші топ. Жақсы, онда топтар ал. Құралдарды өтпеге, сызу құралдарын, модификациялау құралдарын және де басқа да құралдарды өткен болады. Енді бүгін біз конус, цилиндр және сфераға келеміз. Біздің тақырыбымыз осы геометриялық фигураларды қайтеміз. Печат параграфында салар екенбіз. Сабағымыздың мақсаты айналу денелердің конус, цилиндр және сфераны қалай құруға және түрлендіруге болатынын білу. Алдымызда тұрған цилиндр, конус және сфера, шар деп атаймыз. Бұл денелердің көлемі болғандықтан, оларды біз айналдыру денелер деп атаймыз. Онда айналдыру денелер туралы ережемізді жазып алайық. Айналдыру денелер дегеніміз не екен? Таңшолпан, оқи ғой.
бойынша мына тұрған доғаның әрекеттерін сәйкестендіруге қайсы әрекет қайсына сәйкес келеді? Келе бара. Бірінші сурет сыға келеді. Доға сызу құралын таңдап жұмыс алаңында доға бас жасаймыз. Сызылған доғаның бір ұшына шеңбер басқармасының көмегімен шеңбер салу. Доға келеді. Сызылған шеңберді басқару батырмасы арқылы доға бойымен тартылады. Пайда болған арқаны қиып бояу батырмасының көмегімен бояу. Кері байланыс үшін сызу құралдарын модификациялау және редакторлаудың басқа құралдарын мына құралдарды ұяшықтарға орналастыру керек. Бәрін орналастырып болғаннан ең соңында оны тексереміз. Келе бара. Бірінші қай құралды бастаймыз? Сызу құралды отырып, екі құралды